Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 90 сабақ. Сабақтың тақырыбы құрылымы күрделірек теңдеулер. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Бірінші есеп. Теңдеулерді оқы және салыстыр. Олардың ұқсастығы неде, айырмашылығы ше? Бізде бірінші теңдеуіміз x қосу 8 тең 27. Екінші теңдеуіміз x қосу жақшаның ішінде 11 азайту 3 тең 27. Бұл жерде ұқсастығы x-ке 8-ді қоссақ та, x-ке 11 азайту 3-ті қоссақ та мәндері 27-ге тең болып тұр. Ал айырмашылығы ше? Айырмашылығы бірінші теңдеуіміз жай теңдеу, екінші теңдеуіміз құрылымы күрделірек теңдеу. Яғни құрылымы неге күрделі болып тұр? Себебі бұнда жақшалы өрнек берілген. Сол себепті бұл құрылымы күрделі теңдеу болып табылады. Енді осы есептерді шығарайық. X қосу 8 тең 27. X-ті табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда бізге мәні 19-ға тең болады. Енді тексереміз. 19 қосу 8 тең 27. 27 тең 27 болады. Екінші теңдеуде ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. 11-ден 3-ті азайтқанда бізде 8 шығады. Сонда күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып алдық. X қосу 8 тең 27. Яғни бірінші теңдеуге ұқсап қалды бізде. Ары қарай сол теңдеу сияқты шығарамыз. X тең қосындының мәнінен азайтамыз белгілі қосылғышты. Сонда бізде 19-ға тең болады. Енді тексереміз. X-тің орнына 19-ды қоямыз. Қосу жақшаның ішінде 11 азайту 3 тең 27. Ең алдымен жақшаны орындап аламыз. 19 қосу 8 тең 27 шығады. 27 тең 27 болады. Екінші есеп. А нұсқасы x қосу жақшаның ішінде 100 азайту 57 тең 91 теңдеуін шешу үлгісіне қара. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 100-ден 57-ні азайтқанда 43 шығады. Тең 91 деп жай теңдеуге айналдырып жазып аламыз. Одан кейін x тең қосындының мәнінен азайтамыз 43-ті. Бізде 48 шығады. Енді орындарына қойып тексереміз. X-ның орнына 48-ті қоямыз. Қосу жақшаның ішінде 100 азайту 57 тең 91. 100-ден 57-ні алғанда 43 шықты. 48-ге 43-ті қосқанда 91 болады. Енді берілген сұрақтарға жауап берейік. Белгісіз компонентті ата. Бізде белгісіз компонент бірінші қосылғыш. Екінші сұрақ санды өрнектің мәнін тап. Бізде санды өрнектің мәні 43-ке тең болды. Амалдың белгісіз компонентін тап дейді. Бізде белгісіз компонент 48-ге тең болды. Енді теңдеудің шешуін жаз және тексер. Ә нұсқасы. Теңдеулерді екінші тапсырмадағы алгоритм бойынша шеш. Бірінші теңдеу бізде жақшаның ішінде 96 азайту 18, жақшаның сыртында азайту x тең 29. Ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. Бізде 78 шығады. Азайту x тең 29 деп жай теңдеуге айналдырып жазып аламыз. Енді x-ті табу үшін, яғни бізде азайтқыш белгісіз. Азайтқышты табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Бізде 49-ға тең болады. Енді тексереміз. Жақшаның ішінде 96 азайту 18, жақшаның сыртында азайту 49 тең 29. Жақшаның ішінде бізде 78 шықты. 78-ден 49-ды азайтқанда 29 шығады. 29 тең 29. Екінші теңдеу 5 қосу x тең 100 азайту 93. Бірінші теңдеудің сол жағын жазып аламыз. 5 қосу x деп, ал оң жағын шығарып аламыз. 100-ден 93-ті азайтқанда бізде 7 шығады. Жай теңдеуге айналдырып алдық. Енді 5 қосу x тең 7 болады. Белгісіз қосылғышты табу үшін біз қосындының мәнінен азайтамыз белгілі қосылғышты. Бізде 2 шығады. Енді тексереміз. 5 қосу 2 тең 100 азайту 93. Енді осы есептің екі жағын шығарып аламыз. 5-ке 2 қосқанда бізде 7, 100-ден 93-ті азайтқанда 7, яғни 7 тең 7 болады. Келесі теңдеуіміз x азайту жақшаның ішінде 84 азайту 55 тең 36.
Ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. Жақшаның ішінде бізде 29 шығады. X азайту 29 тен 36 деп жай теңдеу етіп жазып аламыз. Енді азайғышты табу үшін біз айырманың мәніне қосамыз азайтқышты. Бізде 65-ке тең болады. Тексереміз, X-ның орнына 65-ті қоямыз. Жақшаның ішінде 84 азайту 55. Ең алдымен жақшаның ішін шығарамыз. Бізде 29 шықты. 65-тен 29-ды азайтқанда 36-ға тең болады. 36 тең 36 болады. Келесі теңдеу X қосу 3 тең 63 қосу 17. Теңдеудің сол жағын көшіріп аламыз, ал оң жағын шығарамыз. 63-ке 17 қосқанда бізде 80 болады. Енді белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Бізде 77-ге тең болады. Тексереміз, 77 қосу 3 тең 63 қосу 17. Осы теңдеудің екі жағын шығарып аламыз. Бізде 80 шығады. 80 тең 80 болады. Үшінші есеп. Теңдеулер құр және оларды шеш. А нұсқасы. Белгісіз сан мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. Яғни X көбейту 4 тең 28. Белгісіз көбейткішті табу үшін біз көбейтіндінің мәнін бөлеміз белгілі көбейткішке. Бізде 7-ге тең болады. Тексереміз, 7 көбейту 4 тең 28, 28 тең 28. Келесі теңдеуіміз ә нұсқасы. Белгісіз сан 45-тен 5 есе кем дейді. Яғни 45 бөлу X тең 5 болады. Енді бұл жерде бізде бөлгіш белгісіз. Бөлгішті табу үшін біз бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне. Бізде 9-ға тең болады. Тексереміз, 45 бөлу 9 тең 5, 5 тең 5 болады. Төртінші есеп. Теңсіздіктер құр. А нұсқасы. Белгісіз сан 5 пен 6 сандарының көбейтіндісінен артық. Яғни X артық 5 көбейту 6-дан болады. Енді 5 пен 6-ны көбейтіп аламыз. Бізде 30 шығады. X артық 30-дан болады. Келесі ә нұсқасы. 9 пен 3 сандарының бөліндісі белгісіз саннан кем. Яғни 9 бөлу 3 кем X-тен болады. 9-ды 3-ке бөліп аламыз, бізде 3-ке тең болады, сонда 3 кем X-тен болады. Бесінші есеп. Кестелерді толтыр. Бізде кестелерде көбейткіш белгілі, бізге көбейтінің мәнін табуымыз керек. Бірінші көбейткіш А, екінші көбейткіш бізде 7, көбейтінің мәні А көбейту 7-ге тең болады. Келесі көбейткіш бізде 6, екінші көбейткіш Б, көбейтінің мәні 6 көбейту Б-ға тең болады. Келесі бірінші көбейткіш А, екінші көбейткіш Б, көбейтінің мәні А көбейту Б мәніне тең болады. Келесі кестеде бізде бөлінгіш берілген және бөлгіш берілген. Біз бөліндінің мәнін табуымыз керек. Бірінші бөлінгіш бізде С, бөлгіш 5. Бөліндінің мәні С бөлу 5 болады. Келесі бөлінгіш бізде 18, бөлгіш С. Бөліндінің мәні 18 бөлу С болады. Келесі бөлінгіш А, бөлгіш С. Бөліндінің мәні А бөлу 5 С-ға тең болады. Алтыншы есеп. X-ның мәні 0-ге тең теңдеулерді көшіріп жаз дейді. Бірінші теңдеуге қараймыз. X қосу 26 тең 26. Енді X-ті табу үшін 26-дан 26-ны азайтамыз, яғни X-ның мәні 0-ге тең болып тұр. Осы теңдеуді жазамыз. X қосу 26 тең 26. X-ті табу үшін, яғни белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз, бізде 0-ге тең болады. Тексереміз. 0 қосу 26 тең 26. 0-ге 26 қосқанда 26 шығады, яғни 26 тең 26 болады. Келесі теңдеуге қараймыз. 4 азайту X тең 4. Енді X-ті табу үшін біз азайтамыз. 4-тен 4-ті азайтқанда 0 болады. Сонда X-ның мәні 0-ге тең болып тұр. Осы теңдеуді де жазамыз. 4 азайту X тең 4. Енді шығарайық. Азайтқышты табу үшін біз не істейміз? Азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін. Сонда X-ның мәні бізге 0-ге тең болады. Тексереміз. 4 азайту 0 тең 4. 4-тен 0-ді азайтқанда 4 шығады. 4 тең 4 болады.
Келесі теңдеуге қараймыз. X азайту 0 тең 12. Бұл жерде X-ті табу үшін біз 12-ге 0-ді қосқанда 12 шығады. Сонда X-дің мәні 12-ге тең болып тұр. Бұл теңдеуді жазбаймыз. Келесі теңдеу 6 қосу X тең 6. Бұл жерде X-ті табу үшін біз 6-дан 6-ны азайтамыз. Сонда X-дің мәні 0-ге тең болып тұр. Осы теңдеуді жазамыз. 6 қосу X тең 6. X-ті табу үшін, яғни белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда X-дің мәні 0-ге тең болады. Тексереміз. 6 қосу 0 тең 6, 6 тең 6 болады. Келесі теңдеу X азайту 7 тең 0. Бұл жерде X-ті табу үшін біз 0-ге 7-ні қосамыз. Сонда X-дің мәні 7-ге тең болып тұр. Бұл теңдеуді жазбаймыз. Келесі теңдеу X бөлу 1 тең 13. Бұл жерде X-ті табу үшін біз 13-ті көбейтеміз 1-ге. Сонда мәні 13-ге тең болады. Бұл теңдеуді де жазбаймыз. Жетінші есеп. 78 бен 19-дың айырмасының мәні А нұсқасы азайғыштан неше бірлікке кем дейді. Ең алдымен азайғыш және азайтқыш деген компоненттерді біліп алайық. Азайғыш дегеніміз бізде 78-ді, азайтқыш ол 19 болады. Енді айырмасынан дейді. Ең бірінші жақшаның ішінде 78-ден 19-ды азайтып аламыз. Бізде 59 шығады. Енді азайғышымыз 78 ғой. Сол 78-ден 59-ды азайтамыз. Бізде 19 шығады. Сонда 19 бірлікке кем екен. Ә нұсқасы азайтқыштан неше бірлік артық дейді. Азайтқышымыз бізде 19. Ең алдымен айырманы шығарып алайық. 78-ден 19-ды азайтқанда 59 шығады. Енді сол 59-дан азайтамыз азайтқышты. Сонда бізде 40 шығады. Сонда 40 бірлік артық екен. Б нұсқасы. Осы сандардың қосындысының мәнінен неше бірлікке кем дейді. Яғни ең бірінші жақшаның ішінде қосып аламыз және азайтып аламыз. 78-ге 19-ды қосқанда 97 шығады. 78-ден 19-ды азайтқанда 59 шығады. 97-ден 59-ды азайтқанда 38 шығады. Сонда 38 бірлікке кем екен. 8-ші есеп. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу бізде Б қосу жақшаның ішінде 35 азайту 16 тең 78. Ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. Бізде 35-тен 16-ны азайтқанда 19 шығады. Б қосу 19 тең 78 деп жай теңдеуге айналдырып аламыз. Енді Б-ны табу үшін біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда бізде 59 шығады. Тексереміз. Б-ның орнына 59-ды қоямыз. Жақшаның ішінде 35 азайту 16 тең 78. Жақшаның ішінде бізде 19 шықты. Енді 59-ға 19-ды қосамыз, бізде 78 шығады. 78 тең 78. Келесі теңдеуіміз А азайту 56 тең 25 қосу 9. Бірінші сол жағын жазып аламыз теңдеудің, ал оң жағын шығарамыз. 25-ке 9-ды қосқанда 34 шығады. Сонда А азайту 56 тең 34 деген жай теңдеу шығады. Енді азайғышты табу үшін біз айырманың мәніне қосамыз азайтқышты. Сонда бізде 90 шығады. Тексереміз. А-ның орнына 90-ды қоямыз. Азайту 56 тең 25 қосу 9. 90-нан 56 алғанда 34, 25-ке 9-ды қосқанда 34 шығады. 34 тең 34 болады екен. Кім жылдам? 9-шы есеп. А нұсқасы. 6 жыл бұрын Батыржан 7 жаста болған. 15 жылдан кейін ол неше жаста болады? Ең алдымен қазіргі жасын анықтап алайық. Ол үшін 6-ға 7-ні қосамыз, бізде 13 шығады. Сонда қазіргі жасы 13 жас екен. Енді 15 жылдан кейін нешеге толады? Оны табу үшін 13-ке 15-ті қосамыз, бізде 28 шығады. Сонда жауабы 15 жылдан кейін ол 28 жаста болады. Ә нұсқасы. Теңдеулерді шеш және сәйкестікті анықта. Бірінші теңдеу бізде штангашының теңдеуі. X көбейту 7 тең 35. Бұл жерде бірінші көбейткіш белгісіз. Оны табу үшін көбейтіндінің мәнін бөлеміз белгілі көбейткішке. Сонда X бізде 5-ке тең болады. Тексереміз. 5-ті 7-ге көбейткенде 35, 35 тең 35. Яғни бұл штангашының мәні X тең 5-ке тең екен. Келесі футболшының теңдеуі 24 бөлу X тең 6. Бұл жерде бізде бөлгіш белгісіз. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне. Бізде сонда
X-нің мәні 4-ге тең болады. Тексереміз. 24 бөлу 4 тең 6. Сонда футболшының мәні 4-ге тең екен. Келесі боксшының теңдеуі. X қосу 18 тең 61 азайту 32. Ең алдымен теңдеудің сол жағын көшіріп аламыз, ал оң жағын шығарамыз. 61-ден 32-ні азайтқанда 29 шығады. Жай теңдеуге айналдырып алдық. Енді белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен азайтамыз белгілі қосылғышты. Сонда бізде 11 шығады. Сонда боксшының мәні 11-ге тең екен. Тексереміз. X-ның орнына 11-ді қоямыз. 11 қосу 18 бізде 29 шығады. 61-ден 32-ні азайтқанда 29 шығады. Сонда 29 тең 29 болады. Келесі теңдеу гимнасттың теңдеуі. 35 азайту X тең 26. X-ті табу үшін біз азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін. Сонда бізде 9 шығады. Тексереміз. 35 азайту 9 тең 26. 26 тең 26. Келесі мәнерлеп сырғанаушының теңдеуі. X азайту жақшаның ішінде 21 азайту 9 тең 0. Ең алдымен жақшаның ішін шығарып аламыз. 21-ден 9 азайтқанда 12 шығады. Енді азайғышты табу үшін азайтқыштан азайтамыз айырманың мәнін. Сонда бізде 12 шығады. Тексереміз. X-ның орнына 12-ні қоямыз. Жақшаның ішінде 21 азайту 9 тең 0. Жақшаның ішінде бізде 12 шығады. 12-ден 12-ні азайтқанда 0 шығады. 0 тең 0. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін менің каналыма тіркеле кетіңдер. Сау болыңдар.